Видео тақырыбы: корға қандай екпе жасалады, қауіпті ме, егілу қажет пе, жасатпаған жағдайда не болады, ал жасатса қандай жанама әсерлері болуы мүмкін, кімдерге егіледі және қай кезде жасатуға мүлде болмайды. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліңіз. Қызылша, яғни кор ауруына қарсы жасалатын екпе бұл ККП екпесі. Бұл қызылша, қызамық және паротитке қарсы жасалынатын екпе. Яғни осы бір екпені жасату арқылы 3 инфекция кор, краснуха, паротит ауруын алдын алуға болады. Кор ауруымен 2019 жылы 13 мың адам ауырған және олардан 19 бала қайтыс болды. Ал қазіргі таңда 2023 жылдан бастап Қазақстанда кор ауруымен ауырғандар саны 23 мыңға жетті және олардың көпшілігі вакцина алмаған балалар. Қызылша ауруын жұқтырмау және асқынулардың алдын алудың жалғыз жолы бұл екпе жасату. Қызылшаға қарсы екпе Қазақстан Республикасының ұлттық вакцинация күнтізбесіне сәйкес 2 рет жасалынады. Біріншісі 1 жасында, екіншісі 6 жасқа толғанда. ККП екпесі өндірушісі Үндістан. ККП екпесі тірі екпеге жатады, яғни вирустың әлсіретілген формасы организмға енгізіліп, ағза оған қарсы күресіп, иммунитет қалыптасады және адам кормен ауыратын адаммен контакт болған кезде вирус жұққанда оны жоя алады. Және 2 дозасын алған адамдар 97% жағдайда ауырмайды, ауырғанның өзінде де өте жеңіл өтеді. Екпе тек балаларға емес, үлкендерге де салынады және кормен ауырған адамдар да ККП екпесін алу қажет. Себебі ККП құрамында кордан басқа краснуха және паротит ауруын алдын алады. Қазіргі таңда кор ауруының өршуіне байланысты елдегі эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыру үшін Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерлік қаулысы шықты. Бұл 2023 жылдың 6 қарашасынан бастап іске қосылды. Бұл қаулы бойынша бұрын қызылшаға қарсы екпе 1 жаста жасалған болса, қазір қызылшаға қарсы екпе 6 ай мен 11 айлық балаларға біріншісі салынады. Бұл нулевая доза деп аталады. Содан кейін 6 ай өткеннен кейін балалар 1 жасқа толған кезде қайтадан екпе жасататын болады және бұл бірінші доза болып есептелінеді. Яғни бала 6 айында нулевая доза алған болса, 1 жасында қайтадан толық дозасын, бірінші дозасын 1 жасында алады. Ал егер балаңыз 11 айдан асқан болса, онда баланы екпе алу үшін 1 жасқа толуын күткен дұрыс. Себебі сіз 11 айында нулевая доза алып, ал одан кейін 1 жасында қайтадан толық дозасын алуыңыз қажет болады. Бірақ 2 вакцинаның арасы 6 ай болу қажет. Сол үшін бірден толық дозаны алу үшін 1 жасты күткен дұрыс. Және 2023 жылдың 5 желтоқсанынан бастап кезінде уақытылы, яғни 1 жасында екпе алған балалар қазір жасы 2 мен 5 аралығында болса, қайтадан ККП екпесінің қосымша дозасын алады. Мысалы, сіздің 2020 жылғы балаңыз бар болса және ол 1 жасында 2021 жылы ККП екпесінің бірінші дозасын алған болса, қазір жасы 3-те ол балаға екінші дозасы салынады, қосымша доза. Себебі ККП екпесінің 2 дозасын алған балаларда аурудан сақтану көрсеткіші 97% құрайды. Ал енді вакцина қашан жасалмайды? Негізі барлық түрдегі екпелерге қатысты тұрақты қарсы көрсеткіштер. Тұрақты қарсы көрсеткіш дегеніміз бұл осындай белгілер болған кезде балаға бұдан кейін мүлде вакцина салынбайды дегенді білдіреді. Оларға қайсылар жатады? Алдыңғы екпе жасаған кезде 48 сағат ішінде өте қатты реакция берген болса, мысалы дене температурасы 40 градусқа дейін көтерілуі, 3 сағат бойы бала себепсіз жылауы және фибрильді құрысулардың болуы. Сонымен қатар екпеден кейін 24 сағат ішінде қатты аллергиялық реакцияның болуы, анафилактикалық шоктың дамуы және екпеден кейін 7 күн ішінде басқа себептерсіз дамыған энцефалит және энцефалопатияның болуы жатады. Тірі екпелер үшін тұрақты қарсы көрсеткіштер. Негізінен ККП екпесі тірі вакцина болып есептелінеді. Сол үшін иммунды тапшылық кезінде, ВИЧ ауруында, қатерлі ісіктер, қанның онкологиялық аурулары және жүктілік жағдайында ККП екпесі жасалуға болмайды.
Енді барлық түрдегі екпелерге қатысты уақытша қарсы көрсеткіштер жайлы айтамын. Уақытша қарсы көрсеткіш дегеніміз бұл кейбір ауруларға байланысты вакцина сол кезде жасалмай тұрады уақытша, ал ол аурулар емделгеннен кейін вакцинаны жасауға болады. Бұларға қайсы аурулар жатады? Біріншісі менингит, энцефалит. Екпелерді жазылғаннан кейін 1 жылдан соң жасауға болады. Келесі жедел гломерулонефрит, жазылғаннан кейін 6 айдан соң вакцина жасауға болады. Нефротикалық синдром кезінде кортикостероидтармен ем біткеннен соң егуге болады. Және кез келген аурудың өршу жедел кезеңінде температура болмаса жазылғаннан кейін 2-4 апта өткеннен соң ғана екпе жасатуға болады. Және анемияның ауыр дәрежесінде, яғни гемоглобин 70-тен төмен болған кезде оның себебі анықталып, ем жасалғаннан кейін вакцина жасауға болады. Созылмалы аурулардың асқыну үдеуі кезінде жағдайды бақылауға алып, жағдай тұрақталғаннан кейін ғана екпе жасалынады. Және әртүрлі патологияларға байланысты стероидты, иммуносупрессивті ем қабылдап жүрген пациенттерге уақытынша екпе жасалмайды. Ал келесі жалған метатводтар. Жалған метатвод дегеніміз бұл кейбір ата-аналар немесе дәрігерлер бұл төменде жазылған аурулар кезінде екпе жасауға болмайды деп ойлайды, бірақ бұл қате түсінік, себебі төмендегі аурулар екпе жасатуға қарсы көрсеткіш болып табылмайды. Оларға қайсылар жатады? Жеңіл және орта дәрежедегі анемиялар. Бұл кезде екпе жасауға болады, тек гемоглобин 70-тен төмен болған кезде ғана жасауға болмайды. Және нейросонографияда расширение боковых желудочков деген заключениялар метатвод беруге себеп емес. Сонымен қатар перинатальное поражение ЦНС, перинатальная энцефалопатия деген жалпы диагноздар қойылып, оның қасында нақты неврологиялық диагноз жазылмаған болса, бұлар екпе жасауға қарсы көрсеткіш болып табылмайды. Рахит, гемоангиомалар, атопический дерматит және басқа да дерматиттер екпеге қарсы көрсеткіш емес. Себебі атопический дерматит бұл аллергиялық ауру емес, бұл терінің қорғаныштық барьерлік функциясының бұзылуына байланысты болатын ауру. Сонымен қатар бронхиальды астма ауруы екпеге қарсы көрсеткіш емес. Себебі бұлар тікелей көрсеткіш болып табылады. Себебі адам ауырған кезде, мысалы бронхиальды астмасы бар аурулы адамдарда ауру ауыр түрде өтеді. ККП екпесін жасағаннан кейінгі ең жиі болатын реакциялар, бұлар вакцинадан кейін 24 сағат ішінде инъекция орнында орташа ауырсыну сезімі, бұл 2-3 күнге дейін сақталып, одан кейін өздігінен кетеді. Және вакцинациядан кейін 7-ші және 12-ші күн аралығында 1-2 күнге температураның жоғарылауы, және жасөспірім қыздарда және ересек әйелдерде артральгия және буын ауруы болуы мүмкін. Бұл 2 аптаға дейін созылады. Және жиі болатын реакцияларға екпеден кейінгі 7-ші және 10-шы күн аралығында денеге бөртпенің шығуы, ол өздігінен 2 күннен кейін жоғалады. ККП екпесі тірі вакцина болғандықтан бұл реакциялар қалыпты болып есептелінеді. Бұл реакциялардан қорқудың қажеті жоқ. ККП екпесінің 2 дозасын алған кезде кор ауруын жұқтыру қаупі 97%-ке дейін төмендейді және асқынулардың алдын алады. Кез келген вакцинациялаудан алдын сізге мынандай әрекеттерді жасау қажет. Егу паспортын дайындайсыз, ол жерге барлық алынған екпелер туралы ақпарат жазылады, және вакцинация күнтізбесімен танысасыз. Егер егулер уақытында жасалмаған болса, онда емдеуші дәрігеріңіз қуып жететін вакцинация жоспарын жоспарлап береді. Вакцинация кезінде дәрігер вакцинаның алдында жалпы тексеру жүргізеді. Бұл кезде анализдер тапсырудың қажеті жоқ. Анамнез жинайды, жоғарыда айтылған қарсы көрсетінділер бар ма жоқ па соны анықтайды. Сіз дәрігерге вакцинация туралы кез келген сұрақ қоюға құқығыңыз бар. Екпені мейірбике егу бөлмесінде жүргізеді. Ата-ана вакцинаның сақтаулы жағдайын тексеруге, қаптамасын тексеруге және нұсқаулықты өзімен бірге алуға құқылы. Егу паспортында вакцинаның күні мен орны, вакцинаны жүргізген медицина қызметкерінің деректері, вакцинаның сериялық номері және саудалық атауы жазылуы тиіс. Екпе жасалғаннан кейін 30 минут ішінде жедел аллергиялық реакциялар пайда бола ма жоқ па, болса олардың алдын алу үшін емханада күткен жөн. Және ықтимал жанама әсерлер туралы білу қажет. Барлық екпелердің, мысалы КПК екпесі туралы 7-ші және 10-шы күнде
денеде бөртпе болады. Бұл аллергия емес, бұл екпенің қалыпты реакциясы болып табылады. Және бала температурасы 38-5-тен жоғарылаған кезде дене қызуын басатын препараттар қолданған жөн. Жалпы не үшін екпе жасатуымыз қажет? Балалар үшін жұқпалы аурулардан қорғанудың ең тиімді, кейде жалғыз тәсілі бұл вакцинация болып табылады. Бұл арқылы біз өте қауіпті жұқпалы аурулардың алдын алып, асқынулардың алдын алуға болады. Және вакцина тек балаларға емес, үлкен адамдарға да жасалынады. КГП екпесін алмаған жағдайда, егер кор ауруымен ауыратын адаммен контакт болса, жұғу қаупі 98-100% құрайды және кормен ауырған адамдардың 1/4-інде төмендегі асқынулар дамиды. Оларға соқырлық, энцефалит, ауыр диарея, құлақ инфекциясы яғни отит, пневмония, жүрек ақауы және кеш асқынулардың ең ауыр түрі бұл жеделденген склероздаушы панэнцефалиттің дамуы. Бұл баланы мүгедектікке дейін алып барады. Сонымен қатар қызылша иммундық жадты өшіреді. Каналымда иммунитет және кор туралы толық ақпарат айтылған видео бар. Видео ұнаған болса каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз.